Man, аны motori ketdi. Yo'q. Assalomu alaykum, құрметті достар, қалайсыздар? Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен көп болды шықпағымызға. Бүгінгі біздің YouTube'a шығып жатқан себебіміз қандай көліктер алынып жатыр, осы аптада қанша көлік сатылды, және де Medina Group компаниясында қаншама адам жұмыс істейді, қандай көмек көрсете аламыз, соның бәрін сіздерге көрсететін боламыз. Құрметті достар, қазір өте көптеген көліктер алынып жатыр. Ең бірінші қазір өте хит болып жатқан для корейского рынка дейді ғой, осы Camry 50 автокөліктері өте жақсы, 2.5 XL таза корейский рынокқа арналған осы көліктеріміз бізде арнайы жақсы сатылып жатыр. Бұл көліктеріміздің бағасы Кореядан қазақ номермен 8 миллион теңгеге дейін келетін болады. Одан кейін осы көліктердің орнын басатын тағы да бір көлігіміз Hyundai Grandeur 2016-2018 дейін шыққан кузовтары 3 литр бензиндар. Бұл көліктерімізде 9 миллион теңгеге дейін келіп жатыр. Ал қазір кеше ғана сатылған көлігіміз Hyundai Grandeur 3 литр заводской газ Алматы қаласына бұйырды. 9 миллион 800-ге алды бұл клиентіміз. Арнайы Алматы қаласына мінекей көлігімізді қазақ қылып қазір дайындап қойдық. Одан кейін тағы да бір Корея елді мемлекетінен арнайы сайттан тексертіп алған болатынбыз. Hyundai Grandeur IG осындай коричневый түсте бұл көліктерді арнайы Тарбағатай елді мемлекетінен келіп, осы біздің Instagram сайттан келіп, осы көлік үшін келіп, осы көлігімізді арнайы келіп сатылып алды. Тарбағатайға плюс бір Grandeur деп қойсақ та болады. Құрметті достар, ал енді қазіргі таңда мен сіздерге айта кететіндей, жаңа Американың көлігін таныстырып жатырық, Camry деп. Hyundai Grandeur'ды кәріс деп жатырық. Енді алдарыңызда немістің көлігі тұр. Audi A7 3 литр компрессия TVCI Quattro полноприводный. Бұлар бізде 4 цилиндрлі болады, таза турбо, 310 аттың күші бар. A7 самый полный комплектация. Одан кейін алдарыңыз енді біз осының рестайлигін алып келген болатынбыз. 2013 жылғы мынау енді бізде Audi A6 алдарыңызда 2012 3 литр TVCI Quattro компрессор 2012 жылғы A6. Осы екі көлікке арнайы құдай қаласа бір аптаның көлемінде осы көліктерімізді жарыстырып, қай көліктің рыбогы жақсы, қай көліктің скорость жақсы екенін түсіретін боламыз. Арнайы осы көліктерімізді арнайы бізде сатылымда қызыққан жандар болса, Audi сүйер қауым болса, келсеңіздер болады. Енді қазіргі таңда өздеріңіз көріп жатсыздар, BMW F10 528i 3 литр бензин, 2 литр турбо бензині бар, рестайлинг. Бұл көліктерді өте жақсы сұраныста. Енді BMW-ны сүйгендерді ауыртамайсың дейді ғой. Енді бұларға ештеңе айта алмаймыз. Ал енді салонымызға жүріңіздер, қазір қаншама көлік сатылып кетті. Бізде сатылған көліктерді арнайы бөліп қоямыз. Ал кеңіздер сатылған көлікке назар аударайық. Hyundai Grandeur Шымкент қаласына кетті. Hyundai Grandeur Алматы қаласы, Toyota Camry Талдықорған, 2 Hyundai Grandeur Семей, жан достарымыз, жан дос, 2 жақсы ағайынды бауырлар алды осы 2 Grandeur'ымызды. Одан кейін Kia K7. Енді бұл көлікке пока задатып беріп кетті әлі. Толықтай сатылған жоқ десек болады. Одан кейін Kia K5, Hyundai санатты автокөліктер бізде сатылған болатын. Көріп тұрғаныңыздар, бізде автосалонда осыдан небәрі бір апта бұрын 3 рет, 4 рет на жақтың бәрі полный тұратын бізде ше. Өтірік айтпай қойын. Қазір Алматы қаласында өте көліктеріміз, қалайша айтқанда, келеді, өтіп кетеді, пирожки сияқты өтіп кетіп десек те болады. Сондықтан алғаш көліктеріміз SPH-дан келген беттен бізден Instagram-нан, TikTok-тан, осы YouTube арнасынан көре аласыздар. Кез келген көліктің бағасы мынау қанша десеңіздер, мен сіздерге әрине айтып беретін боламын. Қазір көліктеріміз өте қос келіп атқан. Сыртта тұрған көліктеріміз де бар. Мінекей клиенттеріміз келіп көліктерімізді көріп, өз бағасын беріп кетуде. Ал қазіргі нақты мынау көлігімізде Hyundai Porter сатылған болатын. Бізде екеуі бар. Біреуін бүгін ғана выдачасын жасап алып кеттік. Көк түсте Kia Vongo 2.5 газын. Мынау көлігімізде арнайы бізде қазақ болуын күтіп отыр. Одан Kia Sorento арнайы сатылымда осындай хамелеон түсте. Бұл көлік 2023 жылғы 12 айда шыққан, бағасы 20 миллион 500. Қызыққандар болса арнайы сатылымда. Одан кейін бізде енді высший класс бір өремен жоғары дейікші. Kia K7 алдарыңызда. Қалаған қай жылғы, қай модель қалаған таңдасаңыздар болады. 16 жылғыдан бастап 20 жылға дейін Kia K7-деріміз бар. Бұның бізде 3-4-еу уже сатылып кеткен. Ал жүріңіздер Kia K7-ді дұрыстап таныстыра кетейік. Kia K7
2014 жылға 181 аттың күші бар. G4 KG деген двигательдер, 2.4 бензин. Бұл енді өте жақсы, енді қаланың ішіне айдаған кезде, бірақ өзіміз көбінесе 3 кубты алғанымыз дұрыс деп санаймыз енді. 2.4 бұл кузовтарда енді 2.4 пен 3.3 қана бар. 3.3 енді налогына қатты қазақтардың қалтасын қағады деген ойдамыз. 2.4 бұған өте жақсы. Мінекей барлығы одинаковый, комплектация жағынан да, жыл жағынан да барлығы бірдей. Бұлардың аса қатты тоқталып айта берудің қажет жоқ деп ойдамыз. Барлық сіздерге көліктерімізді көрсетіп кеттік. Бұл көліктеріміз бізде арнайы наличие бөлімінде, егер тапсырыс беремін десеңіздер, төмендегі сілтемеде барлығы номер тұрады. Ал бізде келесі кезектегіде осындай тағы да толық видеолар қаласаңыздар, арнайы бізде жарыс түсірілетін болады. Audi A6-терімізді, BMW-ларымызды, Mercedes-теріміз бар, бананда арнайы жарысатын. Сол көлікте жарыс бөлімінде бір түсіреміз. Одан кейін Medina Group компаниясына жұмыскерлеріміз бар, арнайы бір күндік сұхбат солармен боламыз. Арнайы SPH-ларымызға баратын боламыз. Өте көптеген контенттеріміз бар. Құдай қаласа сіздерге арналған. Осы арнамыздан алыстамаңыздар. Құдай қаласа келіңіздер, жазыңыздар, тапсырыс беріңіздер. Арнайы тапсырыс бойынша сілтемеден номеріміз тұрады. Хабарласыңыздар. Менің есімім Нұрсерік. Сіздермен бірге Medina Group компаниясы. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар.